Ішкі істер министрі Ержан Сапарбекұлы Сәденовтың бастамасымен ішкі істер органдарында тәлімгерлер кеңесін құру қолға алынған болатын. Осы орайда Ұлытау облысында көптеген жылдар бойы ішкі істер органдарында қызмет еткен және жас қызметкерлермен өз тәжірибелерімен бөлісуге дайын білікті ардагерлерді қамтитын тәлімгерлер кеңесі құрылды. Ұзақ жылдар ішкі істер органдарында қызмет атқарып, азаматтардың заңды құқығын сақтауда және қылмыспен күресте жан аямай еңбек еткен ардагерлер қазіргі уақытта жас қызметкерлермен тәжірибесімен бөлісуде. Айыптау қорытынды қарап отырып, бәрі тамаша дұрыс жазылған, бастан аяқ дәлел көрсеткен. Бірақ енді бұны сараптаманың дәлелін толық көрсеткен дұрыс. Себебі сараптамада ол маманның өзінің толық пікірі жазылып, пікірі дәлелмен көрсетеді, және де ғылыми дәлелденеді оның бәрі. Сондықтан осы мәселені толық көрсетіп отырған жақсы. Бұл ардагерлер бұрынғы ішкі істер органдарының қызметкерлері қазір полиция департаменті жанынан құрылған ардагерлер кеңесін құрайды. Тергеу жұмысының көрнекті әрі білікті мамандары ізбасарларына құнды кеңестер мен ұсыныстар беруде. Қазір өзгерді, қоғам өзгерді. Қылмыстың түрлері көп. Для выявления преступления нужно знать. Профессионал болу керек қой. Енді бірақ үйрену керек, заман бөлек. Алғаш рет полиция қатарына жұмысқа тұрған кезде маған арнайы тәлімгер тағайындалды. Тәлімгер 1 жыл көлемінде өзінің тәжірибелік әдістемелерімен бөлісіп маған көмектесті. Тергеу саласы ең үлкен күрделі сала. Тәлімгерден алған тәжірибемен қазіргі таңда міндетті жұмысымды атқарудамын. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің нұсқауларына сәйкес биылғы жыл кадрлар сапасын жақсарту жылы деп айқындалды. Осы орайда Ұлытау облысының полиция департаменті басшылығы мен полиция қызметкерлерінің кәсіби дайындығы мен моральдық-психологиялық жағдайын жақсартудағы ардагерлердің рөліне ерекше назар аударылды. Тәлімгер деген мәңгілік мамандық. Тәлімгерде догма жоқ. Сен тәлімгер болсын, сен бәлем боласың деген. Тәлімгерлікке үлкен көңіл бөлу керек. Бүгінгі күні Ұлытау облысында ішкі істер органдарының 1300-ден астам ардагері бар. Құрметті демалысқа шыққан майталмандардың көбі бүгінгі жас полицейлерге тәлім-тәрбие беріп, өмірлік тәжірибесімен бөлісу мақсатында тәлімгерлер кеңесін құрып қызмет атқаруда. Бұл бастама ішкі істер органдарының жұмысын үнемі жетілдіруге деген ұмтылысты және тәжірибені ұрпақтан ұрпаққа берудің маңыздылығын көрсетеді.